Қаралы сұлу 4 бөлім. Ата-енем үйдегілердің барлығы қатты қайғырды. Сәкеннің денесін үйге алып келгеннен кейін кіріп қоштасып шығайыншы деп едім. Абысыным аяғын ауыр ғой, кірмей-ақ қойсан болар еді деп еді. Мен сонда да кірдім. Сәкеннің бет-әлпеті адам танғысыз еді. Мұны көріп жүрегім біртүрлі ауырды. Одан кешірім сұрап іштей қоштасып шықтым. Ертесінде Сәкеннің жаназасын шығарып арулап жер қойнына тапсырдық. Осының барлығы маған өте ауыр тиді. Әсіресе осы күндердегі енемнің маған қараған көзқарасы өңменімді тесіп жіберердей еді. Ұлының қазасына қайғырып жүрген болар деп енемнің жүзіне қарауға иемденіп қашқақтап жүрдім. Мен Сәкенді сүймей қосылсам да, оны жек көрсем де оған өлім тілеген жоқ едім. Ендігі тағдырымды ойладым. Іштегі баланың жағдайы не болмақ? Ойым сан-саққа кетті. Осылай үйді қалың қайғы басып, күндеріміз баяу жылжып өтіп жатты. Күйеуімнің 7-сін бердік. Сосын 40-ы өткен соң, кешкі ас үстінде атам тірілер тіршілігін жасайды. Құдайдың ісіне көнгеннен басқа шара жоқ. Жалғыз жұбанышым, ендігі Сәкеннің артында қалған тұяғы. Соның амандығын тілейік. Басымыздағы қайғыдан оның жайын ескермеппіз ғой. Ертең абысыныммен дәрігерге барып қаралып қоймайсыңдар ма? Деді. Абысыным, әрине ата, ертең өзім барып тіркеуге тұрғызып келемін, деді. Сөйтіп ертесіне ауданға бардық. Ауылдағы дәрігерлер бірінші УЗИге түсіп келсін деді. Кезегім келіп УЗИге кірдім. Дәрігер ары қарады, бері қарады да қасындағы медбикеге бірдемелер жаздырды. Сосын қорытындысы 7-8 апталық замерзшая беременность деді. Мен түк түсінбеймін. Абысынымды шақыртып, дәрігер УЗИ қорытындысын беріп, гинекология бөліміне барыңыз, тез арада тазалау керек, деді. Шыққан соң абысыным бәрін түсіндірді. Алла, бұл баланы қаламағаным, туғым келмегені рас еді. Бірақ бұның ақыры осылай болды ма? Деп қатты көңілім құласып кетті. Жүйкем сыр берді ме? Әлсірей бердім. Абысыным әйелдер бөліміне қолтығымнан демеп жетектеп апарды. Дәрігер мені қарап болған соң, экстренді ауруханаға жатқызамыз, тазалаймыз, 3-4 күн біздің бақылауымызда болады, деді. Сөйтіп абысыным, үйден киім-кешегін мен қажетті заттарымды алып келемін, деп мені ауруханаға жатқызып кетті. Ауруханада біраз қиналып, 4-ші күні ауруханадан шықтым. Қайнағам мен абысыным келіп алып кетті. Үйге келсек, енем түтігіп отыр екен. Есіктен кіре салып маған дүрсе қоя берді. Немеремді жарық дүниені көрсетпей жалмадың ба? Сен нағыз жалмаусың. Бірінші бара сала, ана жап-жас бейбақты жалмадың. Әкенді тыңдамай оны да сен жалмадың. Енді келіп менің баламды артынан тұқымын да қалдырмайын деп іштен шықпай жатып, жарық дүниені көрсетпей немеремді де жалмадың. Осы сен жүзі қараны қайтып келген соң балама жолатпай-ақ қояйыншы деп едім. Осы сен алып келдің, осыны шаңырағыма, деп атама қарап оған ұрса жөнелді. Құрдасымның мал-мүлкіне ие болады, соның үйінің түтінін түтетіп отырады деп садаға кетсін, жоғалт көзін. Қалай алып келсен, солай апарып таста шешесіне, деп ызаға булығып, айқайлап өксіп жылап жіберді. Атам да ашуланып кетті. Енеме қарап, жап аузыңды әкеңді ұрайын, деп қолын бір сілтеп сыртқа шығып кетті. Мен бетімді баса жылап, өз бөлмеме жүгіре басып кіріп кеттім. Кіре салып, киім-кешегімді жинастыра бастадым. Іштей өз-өзіме, бұл үйден кетемін дедім. Бір кезде артымнан абысыным келіп маған, Нәкөш, енем қайғыдан не айтып не қойғанын білмейді, көңіліне ауыр алмашы, деп жатыр еді. Мен де ішке жиған бар ашу-ызамды шығарып абысыныма қарап, жеңге, енді мені мұнда не ұстап тұр? Төркініме кетемін. Апарып саласыздар ма? Әлде өзім кете берейін бе? Деп едім. Абысыным, ашуланбашы енді, қазір тұра тұршы, қайнағаны айтайын. Біраз күн анана барып демалып қайтарсын, деп шығып кетті. Мұнысы мені жұбатқаны шығар. Алайда мен кетсем қайтып келмейтінімді екеуміз де біліп тұр едік. Сөйтіп қайнағам мен абысыным мені төркініме әкеліп тастады. Мен үйге кіре сала,
Ас үйден шығып келе жатқан анама қарамастан сөмкелеріммен баяғы өз бөлмеме кіріп кеттім. Артымнан абысыным мен қайнағам кіріп, анаммен біраз сөйлесті. Олар кеткен соң бөлмеден шықсам, анам жылап отыр екен. Екінші некемнің соны осылай болды. Маңдайымның соры беселі, сормандай екенмін, дедім өзіме. Сөйтіп кері бұрылып бөлмеме кіріп кеттім. Біраздан кейін қасыма анам келді. Мені құшақтап, екеуміз қосыла жыладық. Әкем кеткелі әпкем мен жездем жиі келіп, анама мал шаруасына қарасып тұрады екен. Болмаса анамның жалғыз өзіне қиын еді. Анамды қатты аяп кеттім. Есімді жиып, анама үй шаруасына көмектесе бастадым. Әпкемдер келіп кетіп тұратын еді. Үлкен ұлы өсіп қалыпты. Кішісі 1 жасқа толайын депті. Бір күні әпкем қонамын деп қалып қалды. Жездем, ертең кешке келіп алып кетемін, деп ауылына қайтып кетті. Сөйтсем, анам қалшы деп әпкеме өтінген екен. Кешкі ас ішіп балалар ұйықтаған соң, анам үшеуміз шай ішейік деп, мен шай дайындадым. Үшеуміз дастархан басында отырған соң, анам сөз бастады. Әкелерің кеткелі жалғыз өзіме қиын болып жүр. Мына мыңғырған малды қайтемін. Біразын сатып, Нәкөш, сені оқуға түсірейік жаным. Тағдырын осылай болды деп, болашағынан үмітіңді үзбе. Оқуға түсу арманың еді ғой. Ертеңгі күні не боларын кім біледі? Жоғарғы білім алып, қолында дипломын болса, аштан өлмессің. Мына ауылда не істейсің? Онсыз да елдің бәрі сені сөз қылып жүр. Екі жақта екі қайын жұртың бар. Олардан да алысырақ болғанын өзіне де жақсы шығар, деп еді әпкемде. Нәкөш, мамам дұрыс айтады. Қалаға бар, оқу, әлі жап-жассың. Қолына мамандық алып жұмыс істейсің. Мүмкін бағын ашылып бақытты болып кетерсің. Үмітіңді үзбе жаным. Мен де мамамның сөзіне қосыламын. Сен келгелі ақылдасып, бүгін өзіне айтып отырмыз, деді. Сөйтіп, мамаға алаңдама, қайным үйленгелі жатыр, жақында бөлек шығамыз. Атам үлкен үйді өздеріне қалдырып, ар жағындағы жерді бізге бөліп берді. Жері үлкен еді ғой, сонда үй бастап жатырмыз. Жезденмен ақылдасып, үй біткен соң анамды қолымызға аламыз, дегенде мен ойланып қалдым. Анам мен әпкемдікі дұрыс секілді. Шынымен 20-дан енді ғана астым. Оқуға түссем қиын болмайды. Өткенімді ұмытқым келеді. Мейлі, жер ауыстырғаным да дұрыс шығар, деп ойладым. Шындығында ауылдағылар мені «Черная вдова» деп сөз қылып жүр екен. Көршілер де мені көрсе алыстан сәлемдесіп қашқақтайтын болыпты. Не сыныптас құрбыларым хабарласпайды, іздеп те келмейді. Барлығы менен сырт айналғандай. Сөйтіп анам аяқ астынан біраз малды сатып Алматыға келдік. Әкемнің бір туысының үйіне тоқтадық. Жаздың соңғы айы болғандықтан жоғарғы оқу орындарына қабылдау аяқталып жатыр екен. Әйтеуір анам жүгіріп жүріп жаңағы әкемнің туысының қыздар педагогикалық институтында танысы бар екен. Сол арқылы оқуға түсіріп жіберді. Содан кеште болса арманым орындалып, өмірімде әйтеуір бір қуанышты жағдай орын алды. Жалғасы бар.